Азаматтық неке. Большевиктер 1917 жылғы 16 желтоқсанда ажырасуды жеңілдетсе, 2 күннен соң азаматтық некеге рұқсат берді. Бұрын қалыңдық пен күйеу жігіт міндетті түрде шіркеуде неке қиятын. Олардың некесі православие метіркелік кітабына тіркелді. Шіркеуде өтпеген неке мойындалмады, зинаға тиетін. Революциядан соң ажырасу қаншалықты оңай болса, үйлену де солай жеңілдеді. Жұрт бұрынғыдай шіркеуге барып, қалың мал төлеп, неке қидырып әуре болмады. Көңілі жарасса үйлене берді. Бұны азаматтық неке деп атады. Заңдық күші мойындалды. Әдепкіде азаматтық неке кең етек ала қоймады. Советтер шіркеуді неке қию құзыретінен айырғанымен, жұрт жасырын барып некелесуін тоқтатпады. Бұл тенденция тіпті большевиктер арасында да кездесіп отырды. Себебі жас жұбайлар үйленерде неке қию рәсімін барынша киелі, сакральды рәсіммен бекіткісі келді. Экзистенциалистер мұны былай түсіндіреді. Адамның түп санасында тәңірлік әлемді аңсайтын, кие ұғымына ұмтылатын иләһи қасиет бар. Әр ісінен ғарыштық маңызы бар мән мағына көріп тұрмаса, одан жеріп кетеді. Жұптық өмір орта есеппен алғанда адам өмірінің 80% қамтиды. Сондықтан жас жұбайлар некесін діни орталықта қидырып, бұл рәсімге мейлінше кие дарытуға тырысты. Ажырасудың психикаға тигізетін кері әсері де сол. Осы киелі сезімді сындырып жібереді. Құдайдың құдіретті назарынан шығып кеткендей күй кешеді. Бейне бір қарғыс арқалаған ібілістей сезінеді. Киеге мұқтаждық большевиктердің де бойында бейсаналы түрде байқалды. Некені киелі рәсіммен матау қажеттігін сезді. Кейін мәңгілік алау деген символиканы ойлап тапты. Үйленгендер енді некесін осы жерде бекітетін болды. Бірақ алғашқы жылдарда коммунизмнің қызыл агитациясы қызып жатса да, жастар шіркеуде неке қидырғанды құп көрді. Большевиктер оларды қатаң қудалады. Бір қызығы, сол қудалап жүргендердің өздері де шіркеуде жасырын неке қиған фактілер кездесті. Мысалы, Новосибирде мынадай оқиға өткен. Бір жас комсомол шіркеуде неке қидырғысы келді. Бұл бір жағынан ата-анасының да тілегі еді. Әріптес комсомолдар қатаң тыйым салды. Соған қарамастан жігіт некесін шіркеуде жасырын қиды. Діни рәсім орындалып жатқанда комсомолдар кіріп келіп тойдың апыр-топырын шығарған. Жігітті күштеп әкетіп, комсомолдық сот ұйымдастырып, өлтіріп тастаған. Коммунистік партия үйлену тойына келгенде тығырыққа тірелді. Бұрын үйлену тойы шіркеудің тәртібімен жүретін. Дәстүрден бас тартқан соң қайтып той өткізерін білмеді. Үйленудің партиялық ортақ үлгісі жоқ. Большевиктер кәдімгідей састы. Дереу үйлену тойының типтік үлгісі әзірленді. Оны «Красная свадьба» деп атады. 20 жылдан бастап «Красная свадьба» айналымға енді. Үйлену тойы міндетті түрде клубта өтетін болды. Құттықтау сөзді алдымен партия, комсомол жетекшісі сөйлеп, тойды ашып береді. Олар міндетті түрде коммунизм, социализм жайлы насихат айтады. Сөйлейтін адамның регламенті бекітілді. Партия жетекшісінен соң лауазым дәрежесіне сай қонақтар сөз алды. Той арақ шараппен өтті. Стақан соғыстыру сәнге айналды. Тойға қатысқан жұрт бірі қалмай билеу керек. Сосын тойға міндетті түрде дәрігер қатысып, жыныстық гигиена жайлы айтады. Партия екі жастың жыныстық қатынас кезінде тазалық ұстауын насихаттау керек деп шешім шығарады. Тойдың соңында бәрі хормен интернационал әнін шырқайды. Құрметті оқырман, осы абзацты оқығанда өзіңізді
мезі қылған бүгінгі қазақы тойлар көз алдыңызға елестеген жоқ па? Елдің бәрі модерн тойдағы мағынасыз мылжың тостан мезі болды. Қанша реформа жасайын десе де құтыла алмайды. Тамыры терең дәстүр дейін десен, күні кеше шыққан. 70 жылдан әрге үңілсен, жастарға ақсақал абыздар ғана бата беретін. Сөз сонымен тәмам. Қазақтың бұрынғы тойында демократиялық көрініс бар. Тойда ат жарыс, палуан күрес, арқан тартыс, алты бақан айтыс өнерін ұйымдастырады. Тойға келген қонақ өзіне не ұнаса соны тамашалап жүре беретін. Қазіргі советтік тойда қонақ қаласа да, қаламаса да даңғырлаған музыканы тыңдап отыруға мәжбүр. Осының кесірінен жылдап көріспей, тойда бастары қосылған ағайын туыс пен дос жаран құмары қанып сұхбаттаса алмайды. Тіпті большевиктер мағынасыз тойды санаға сіңіргені сонша, әліге дейін соның дүмбілез формасынан құтыла алмай жатыр. Тойға барып сөз алмаған қазақ өзін екінші сортты пенде сезінеді. Той иесі де бұл мәселеде өте сақ. Себебі сөз берілмей қалған туысымен дау жанжалға ұрынған жайттар өте көп. Советтік тойдың алғашқы практикасына мынадай талап енгізілді. Қалыңдық тұрмысқа шығарда немесе тұрмысқа шыққан соң партия жанындағы жен отделге келіп, жыныстық қатынас кезіндегі әйелдің белсенділігі, қанағат табу тәсілдері жайлы консультация алып кететін болды. Оның себебін революционерлердің бірі Александра Калантай былай деп түсіндірді. Буржуазиялық қоғамда әйел төсекте толық ләззат ала алмады. Төсекте күйеуі белсенді, ал әйел пассив. Күйеуінің қалаған позасын орындап келді. Енді жаңа қоғамда төсек позаларын әйел таңдау керек. Любовь пчел трудовых деген еңбегінде Калантай мынадай мысал келтірді. Бал арасының құрылымына назар аударайық. Ұрғашы ара жыныстық қатынасқа түсерде еркегін өзі таңдайды. Сол сияқты совет әйелі де еркекті өзі таңдап, төсек позасын өзі белгілеу керек. Большевиктердің отбасыға енгізген тағы бір реформасы заңды туған бала мен некесіз баланың құқығы теңесті. Оларға да алимент өндіретін болды. Некесіз бала көтерген қыз келіншектер босануға 3 ай қалғанда ЗАГСке құжат өткізді. Өзінің жүкті болған күні мен іштегі баланың әкесінің аты жөнін айтады. ЗАГС қызметкерлері нәрестенің әкесін тауып, оған алимент төлеуді міндеттеді. Ал патшалық Ресейде заңды некеден туған балаға ғана алимент өндіретін. Бұл үрдіс бір жағынан гуманды қадам болып көрінгенімен, некесіз баланың санын арттыруға қолайлы климат туғызды. Ленин бұрынғы некені мещандық интеллигенциялық лас сезім деп сынады. Қызға қалың мал береді, әке-шешесі пайда дәметеді. Тіпті қымбат қалың мал үшін қызды еріксіз сатады. Сондықтан біз еркін махаббатқа құрылған некенің моделін құрамыз. Азаматтық некенің діни некеден артықшылығы материалдық мүдде көздемейді, деді. Әу баста қыздың қалың малы да терең бір хикметке, мазмұнға құрылған еді. Оның хикметі мынау: ешқандай нығметті тегін иеленбе, кіріс кіргенде міндетті түрде шығыс болсын. Ескі қазақы дүние танымда қалың малды ең бірінші талап еткен Тәңірдің өзі. Оны қиса тілімен әдемі жеткізеді. Алғаш рет Адам ата Хауаны көріп ғашық болғанда түрлі сезімге бөленіп толқиды. Оған үйленгісі келді. Сол кезде Тәңірі тағала: «Ей Адам, Хауаны сенің бақытың үшін жараттым. Мұндай нығметті тегін алғанын жарамас. Қалың малын төле», деп шарт қойды. Адам ата: «Уә Тәңірім, менде қалың мал қайдан болсын? Бар малым үстімдегі киімім, оны да өзің бердің», деді.
Сонда Тәңірі: онда мынадай шартты орындайсың. Ақырдың сәті тақағанда дүниеге Мұхаммед атты сүйікті пайғамбарым келеді. Ол да өзінің ұрпағын, бірақ пайғамбарлық дәрежесі сенен ұлық. Мен оны 18 мың ғаламға рахмет етіп жіберемін. Сен оның құрметіне 10 рет салауат айт, деп салауатты алғаш рет үйретіпті. Адам ата 10 рет салауат айтты. Осыдан соң ғана Тәңірі Жебірейілге екеуінің некесін қиюға рұқсат беріпті. Осы қиссадан ақ қалың малдың шартты ізгі идеяға байланғанын көреміз. Қиссаның бұл элементі Беташар жырында жақсы сақталған. Тәңірі қосты Хауанды нәсіп етіп адамға, қалың малдың орнына 10 салауат болып еді. Сол кезде оның бағасы. Совет одағында азаматтық некенің кен қанат жаюына Александра Коллонтай белсене үлес қосты. Осы идеяны большевиктер арасына алғаш әкелген де өзі. Бойжеткен шағында әке-шешесі оны императордың бір адъютантына күйеуге берді. Ол амалсыз сонымен тұрмыс құрды. Бір күні құрбысын күйеуінің досымен таныстырмақ болды. Сөйтсе, күйеуінің досы бұған ғашық екен. Сол кезде Коллонтай бірінші рет еркін махаббат, ортақ әйел жайлы ойлады. Кейін күйеуі мен ұлын тастап, революционерлер қатарына қосылды. Еркін махаббатқа қатысты көзқарасы Ленин және Троцкийлермен бір жерден шықты. Ол отбасы жеке адамның мүддесі. Оның мемлекетке де, халыққа да пайдасы жоқ. Біз эгоистік жүйеге құрылған отбасы институтын жойып, орнына әлемдік еңбек сүйгіш ортақ отбасын құруымыз керек деді. Бұл кезде отбасының жаңа моделі жайлы әркім түрлі пікір айтып, түрлі жоба жасап жатқан. Мысалы, мынадай қызық декрет қабылданды. Декрет о социализации женщин. Мазмұны былай: 1918 жылғы 1 мамырдан бастап 18 пен 32 жас аралығындағы әйелдер мемлекеттің жеке меншігі. 18 жасқа толған бойжеткен қамқорлық комиссариаты еркін махаббат бюросына тіркелу керек. Сосын 19-50 жас арасындағы ер азамат бюрода тіркелген әйел таңдап азаматтық некеге тұрды. Олардан туған бала мемлекеттің меншігі саналды. Есейгесін балалар үйінде немесе интернатта тәлім алды. Бірақ бұл бастама өміршең болмады. Ұзамай тоқтап қалды. Себебі тағы да әйелдің еркіндігі шектелді. Бұрын еркектің мүлкі болса, енді мемлекеттің меншігіне айналды. Бұл декретті сол кезде батыс газеттері қатты сынға алды. Себебі идеясы күлкі туғызатындай еді. Қыздардың қолына мынадай үкім ұстататын. Бұл үкім Дунка Шаламигинаға беріледі. Ол Васька Дурашлеповпен бірге қыдыруына және бірге тұруына рұқсат. Дурашлепов қана Шаламигинаны жиналыстан соң үйіне шығарып сала алады. Немесе Матрина Кринкина 1919 жылы 24 қаңтарда Безголов жолдаспен Моншаға барып бірге шомылуына болады. Әлеуметтанушы Харчевтің дерегінше 1923 жылы СССР-да азаматтық некеге тұрғандар саны 100 мыңнан асқан. Азаматтық неке СССР-да мойындалған жалғыз некелік формаға айналды. Діни неке заңсыз саналды. Енді осы жерде бір қызық бар. Бұрын шіркеу тарабынан мойындалмаған неке азаматтық неке саналған. Енді бұл түсінік трансформацияға ұшырап, заңды неке деген ұғымға ие болды. Ал ЗАГСке тіркелмеген неке қайтадан азаматтық некеге айналды. Еуропада алғаш рет азаматтық неке деп еврей мен квакерлердің немесе алғашқы протестанттардың некесін айтқан. Себебі олар жергілікті шіркеудің неке рәсімінен өтпеген еді. Сондықтан азаматтық неке деп аталды. Яғни революция кезінде большевиктердің некесі азаматтық неке саналса, кейін шіркеудің қиятын некесі азаматтық некеге айналды да советтердікі
заңды күшке ие болды. Қазір біз азаматтық неке дегенде еш құжатсыз тіркелген некені, яғни екі жұптың өзара келісіммен отбасы құруын айтамыз. Еуропа ақш елдерінде де азаматтық неке деп заңсыз тіркелген некені айтады. Қазір Қазақстанда азаматтық неке тиімді неке түріне айналды. Бір қарағанда некенің мұндай түрін қолдаушылар да көңілге қонымды болып көрінеді. Олардың уәжі мынау: көп адам мінезі үйлеспей ажырасады. Оның алдын алудың жалғыз жолы уақытша бірге тұрып көру. Мінезіміз үйлессе, неке қидыру ешқайда қашпайды. Үйлеспесе, соттасып әуре болмаймыз. Психоаналитиктер айтпақшы, адамның әрбір әрекетінде жасырын секске деген құмарлық болса, сол құмарлық дәл осы азаматтық некенің астарында жатыр. Мінезінен бұрын секс партнері көңілінен шығатын болса, мұндай қатынастың ұзағырақ созылуы әбден мүмкін. Мына фактіге қараңыз. Қазақстанда азаматтық некемен өмір сүретін жастардың 80% ажырасып кетеді. Кәмелетке толмаған балалардың 20% осы азаматтық некеден туады. Бәрібір азаматтық неке олар айтқандай тиімді отбасы моделі болып шықпады. Әсілінде отбасы институты жауапкершілік феноменінің үстіне қаланады. Бұл рухани фундамент жоқ жерге отбасын құрудың еш мәні жоқ. Ерде, әйелде отау құрғанда 50-50 жауапкершілік арқалайды. Себебі некеде мақсат ұрпақ әкелу. Ұрпақтың мәні тарихи тізбекке жалғануға қабілетті, хикмет кеудесі құндылыққа толған ұрпақ өсіріп шығару. Бірақ бұл міндет тұрақты секстің қызығына батқан невротиктің жүйкесіне тиеді. Себебі ұрпақ бойына құндылық егу зергердің білезік соққаны сияқты өте нәзік іс. Осы ауыр міндетті айналып өтіп, жеңілдің үстін таңдағандар азаматтық некеге жүгінеді. Осылайша төсектегі шырынды ләззаттың шырқын бұзатын ұрпақты дүние есігіне жеткізбей желкесін қияды. Яғни аборт жасатады.